Бәріне сәлем достар. Біз деген уже сразу видео басталғаны 3 секунд болды. 94 пен 98 арасындағы осындай пакты ашайын деп жатырмыз. Так, бізде игроктар, по-моему, барлығы жетіп тұр достар. Так, достар, давайте тез 400 подписчикке жеткіздік. Так, бізде бір игрок жетіспей... жоқ, сатылмайтын игроктар екен, иә, біз обменге құлтап берсек болады екен. Давайте сонымен кеттік. 94 пен 98 обмен жасайтын боламыз. Открепитті басамыз. Так, все достар. Так, кеттік. 2 звездных игроков евро. Волкаут, так, бізде деген Хорватия. Полузащитник, бұл бізде кім? Бұл бізде Станцич дейді. 96 пызы и 94 Блазич түсті. Бұл екеуі сатыла ма, сатылмай ма? По-моему, сатылмайтын секілді, иә. Так. Бізде 94 пызының орнына жаңағы 94-ті қойсақ қалай болады екен? Так, сменитті басамыз. Бағана пызы Станцич 96-ны қойсақ, так, біздің Жезус Навасымыз одан қарағанда мықтырақ екен. Сондықтан да өзі тұра берсе болады деп ойлап тұрмын, иә. Өзі тұра берсе, или Станцичті қойсақ ше. Так, қойсақ біздің команданың рейтингімен ешқандай өзгеріс болмайды екен. Сондықтан да давайте Жезус Навас өзінің позициясында тұра берсін, достар. Так, енді не істейміз достар? Енді рынокқа кіріп көрейік. Жаңағы екеуі по-любому сатылмайды ғой, иә? Сатылмауы керек, по-моему, иә, достар, сатылмайды екен. Иә, сатылмайды екен, достар. Бізде жарайды тұра берсін. Так, енді деген магазинге кіріп не істейміз? Самоцветовқа пара ашамыз. Бізде 11300 Самоцветов бар екен. Так, мына жерде он 1000 Самоцветовты 12 жеткізіп, тоже пара ашатын боламыз. 12 пакты, может. Түсірсек. Так, там жоқ по жерде. Кеттік достар. Әлі 5 попыткамыз бар. Түседі ғой, я смело. Өйткені бізде деген по жерде негізі бағаға түседі. Так. Так, мына жерде тренировкаңызды көрсететін жетон.
яғни переносить ететін. Келесі опа 100 самоцветов достар, бізге енді 600 керек. Так. Бұл жерде бізде 50 000 монета достар. Бізде 300 жетон қалды. Опа, 2500 самоцветов алдық. Енді қалған екеуін ашсақ, может 5000 самоцветов тоже түсетін шығар. Так, маска ғана түсті бізге, по-моему, көрмей қалдым достар. Маска ғана түсті ма? Так, мына бізде соңғы попытка. Так, бұл жерде вообще 88 мен 94 арасында бір екі көк түсті. Бізде 13900 самоцветов бар достар. Енді не істейміз, магазиннен пак ашамыз ба? Так. Так. Мына жерде 15 000 да пак бар екен, достар. Мына қараңдар, осындай пак бар екен 15 000-ның. Бірақта бізге оған 1100 не керек болады. Так, ана жерде ала салуға болады, бірақта достар. Сонда да аша салайық, уже басып қойдық. Ё-моё, нормальный игрок түссе екен. Так, біріншінде арендедім жоқ, екіншінде, пожалуйста. Игрок напал не продается деп шығады екен ғой, соны мен де түсінбей күнде арендтен қарай берем, сатып алам екен деп. Так, Испания, ЛФЗ, Испания, нефтему бізге деген Грималдо түсті. Ё-моё, бұл вообще керек емес ғой маған. Керек нормальный игрок бергенде жақсы болатын еді. Вообще керек емес игрокты бере салды, Грималдо деген. 97 мен 99-ның арасында 97 алдым, мен ең төмен, хотя бы 98 алғанда өте керемет болатын еді. Так, Грималдоны Виртстің орнына қойсақ болады ма екен достар? ЛФЗ деген қандай позиция достар, мен ұмытып қалдым что-то. Так, мына жерде енді білмеймін енді кім мықты екенін. Гримальдоны қойсақ бізде мына жерде Гримальдо 82 болып кетеді, өзінің позициясында тұрған жоқ. Так, Битсик тоже 90 болып кетеді, сондықтан оны қоймай қойық достар, Гримальдоны алып тастаймыз. Өйткені өзінің позициясында тұрмаса, өзінің обща азайып кетеді достар, сондықтан да бұны Гримальдоны алып тастаймыз достар, бұны енді обмен бір нәрсеге кететін шығар. Так достар, артық достар шығып жатса кешірім сұраймын, менде деген терезе ашықтық, может сол жақтан даладағы басқа заттардың дауыстары шығып кетуі мүмкін. Жерде үйдегі адамдардың да балалардың да дауыстары шығып кетуі мүмкін. Так, мына жерде бізде бір арек жетпейді, 99-ға не істейміз достар, сатып аламыз да, кетік на рынок дегенде басамыз. Ё-моё, не өкітті. Так, 94-тер қаяқта екен бізде 94-тер? 13 миллионға шықпайды ау, 13 миллионға 94-тер. Мына аяқта жоқ достар, яғни біз деген так, не істейміз, өзіміз жазуымыз керек шығар, рынокқа кіріп іздеуіміз керек шығар. Так, звездный игрок евро 2024, 94. Так, бізде ондай 94 евроның игроктары жоқ қой. Жалқануға бар, бірақта оны қыртын кеп тұрған жоқ. Әрине оны қыртпаймын. Сондықтан да кетік рынокқа кірейік. Поисқа, так, не продается деген сөз, Так, кетік 94 пен 98 ашайық. Так, жетіптік обменді басамыз. Так, бізде Масхерано кетіп қалындықтық үшеу, ема. Так, нандандасақ, басқа жоқ бізде. Масхераноны кетіге береміз өтесақ. Так, жарайды кетіге берекші достар, мен по-любому ешкімді қатты прокачать етіп жатқан жоқпын. Так, Волкол бізде деген Түркия, ЦАП. Бұл бізде Арда Гюлер 96. Так, және Джордан Станкович дейтін түсті бізде Словения, по-моему.
Так ардагүлді дұрыс сатылмайды болса бірақ біз деген қазір рынокқа кіріп оны міндетті түрде тексеруіміз керек біліп тұрсақ та. Так мінекей 114 миллион тұрады екен. Так дрибблинг 107 нормально. Так ардагүлдерді виктістің орнына қоямыз ба достар? Виктіс 15 прокатчик шпикамен 96 болып тұр. Ардагүлдер өзі 96 я. Так мына жерде енді статистиканы қарасақ әрине виктіс мықтырақ. Бірақ та мен ардагүлдерді қойып ардагүлдермен ойнағым келіп тұр. Өйткені виктіспен ойнап жүргенме көп уақыт өтіп кетті да. Енді бұл виктістің тренировкасын ардагүлдерге переносить ету керек. Оны қалай істеу керек екенін білмеймін. Себебі обновление жасалғаннан кейін вообще басқа ауысып кетті переноска тренировка. И сонда біз деген көретін боламыз. Қазір мінекей бізде виктіс мына жерде продолжить бассам тренировкасы кетіп қалайын деп тұр, иә. Сонда бұны басқа қай жерден ауыстырады достар? Так мына игроктың өзінің ішінде ондай жоқ екен. Продатты бассақ сразу рекомендуется перенести тренировку деп шығады. Значит, бұны так команданың ішінде тұрған кезде бірақ переносить етеміз, сонда қалай? Так гильдердің орнына тренировканы басамыз. Так не істейміз? Так гильдердің орнына виктісті қойып, и сосын виктістан переносить тренировка дегенді басамыз ба, солай ма? Так виктіс басамыз и перенос тренировкиді басамыз, и бұл жерден ардагүлдерді таңдаймыз. Сонда бізде ардагүлдер чақан алған таңдап кеткен. Так ардагүлдерді таңдасақ бізде деген сонда бізде виктістің 15-нен 14 қалады да, ардагүлдер кәдімгідей 5-ге кетіп қалады. Бұл қалай сонда? Көбейіп кеткен ба сонда? Қалай? Или түсінбедім. Так ардагүлдерге бердік 5 тренировканы. Енді мына жерде ардагүлдер шықпай қалды. Енді не істейміз? Ардагүлдерді енді масхеранамен тренировка жасап, содан кейін қайтадан істейміз ба? Так ардагүлдер жоқ, иә, мына жақта? Ардагүлдер жоқ. Так, ендеше виктісті семейдетеміз. Орнына ардагүлдерді қоямыз қайтадан. Міне 96, 5 тренировка жасалып тұр. Бізде бірақ маскарана қалды бірақ та. Так, нам басамыз, повысить рангты басамыз, маскарананы басамыз. И ардагүлдерді 97-ге көтеретін боламыз, короче. Так, бізде енді... Так. Успешно уровень повышено, 97-ге көтердік. Так. Енді деген передачасын жасаймыз бе, дрибблинг или удар. Так, удар керек емес деп ойлаймын, өйткені цап қой, иә, керек емес деп ойлаймын. Енді өздеріңіз білесіздер ғой. Дрибблинг қосақ та цап болғаннан орталықта жүргеннен кейін дрибблинг жақсы, және пасы тоже жақсы болу керек, сондықтан да дрибблингті қоя берейік. Так, енді біздер деген қайтадан виктісті ардагүлдердің орнына қоямыз ба? Или қоймаймыз да? Так, виктісқа қайтадан жіберсек, ол по-любому виктіста 14-14 болып қала береді екен, иә? Виктісті қоямыз өзінің орнына. И виктісті басып, қайтадан перенос тренировкиді басып, қайтадан гүлдерді басамыз. Сол кезде подтвердить етеміз, 10-ға көтереді екен, ал сонда виктісінің өзінігі 12 болып қалады екен, иә? Так, енді біз деген ардагүлдерді көтере алмаймыз, өйткені бізде деген масхераны бітіп қалды. Енді бізге деген масхераны алу керек, обменнен ба, басқа жерден ба, и сосын обратно виктістің тренировкасын қайтадан переносить етеміз, короче. Так, мына жерден повысить басақ, мінекей бізде масхерана жоқ екен.
Так, енді біздерде деген бұл біздің Евродағы ең соңғы пак видеомыз болып шығады. Так, осы жерді ашамыз 94 пен 98-ден. Евро событиясы уже бітті, енді деген жаңадан событияға шығып жатыр. Соларды ойнайтын боламыз. Так, 94-98 кеттік кіп түседі екен. Польша ма? Польша. Цоп. Слиз. Мына футболисті білмейді екен достар. И атын тоже дұрыс айтпадым, я. Так, бізге в общем дым түскен жоқ. Ол Слиз деген сатылмайды. Так, сияющий футболист дегенде бізде события шықты. Бұл жерде деген просто так пагаша саламыз ба, сондай бір нәрсе. Дұрыс түсінбедім достар, бұл жерде мынандай очкоға пагашуға болады, бірақ та ондай очконы қай жерден алу керек, соны түсінбедім достар. И мына жақта да тек қана пагашатын заттар ғана, а былай басқа ешқандай жер жоқ. Так, режим испытания, так, мынау осындай жерде алады екенбіз ғой. Бұл әлі ашылмапты бірақ та бізде деген. Так, енді обменна мынандай жетендер жинай берейік достар. Потом осымен де ашатын боламыз. Так, виртсті керек бізде. Осы жаңа түскен польшалықты обменге тыға салайық достар. Так, 96 жоқ қой бізде. Так, 90-дан тек виртс қана бізде. Я, тек қана виртс қана. Жоқ, онында екеу бар екен достар 90-дан. Так, аламыз, мынаны қоямыз. Так, обменді басамыз, открепить и все. 37 болды. Алдық то есть. Мынандайдан 60 плюстан бізде 5 бар екен достар. Так, бізде общий қанша 446 штук қана бар екен. Бізде деген тоже новый события, хроники кумиров деп аталады. Бұл жерден кумиралды аламыз осындай. Бірақ та кумиралны рейтингін азайдым, по-моему, түсінбедім тоже. Так, мына жерден бесплатно алайық. Наборың ба, не нәрсесі? Мынандай типа 2 очко береді екен. И осындай заданияларын орындайық достар, кеттік. Так, достар, бізде қанша 330 бір нәрсе подписчик бар, я. Давайте тез 400 подписчикке жеткізіп. И және де менің Black Russia, яғни GTA КГБ түсіретін бірінші канал бар. Ол каналда примерно 500 бір нәрсе подписчик бар. Сол канал тоже 600 подписчикке жеткізіп достар. И осы видеоны докатса көрсеңіздер, алға шексіз. Докатса көріп кетіңіздер. Так, бізде келесі заданияны орындаймыз. Так, бұл жерде осы неге тигізу керек. Ой, ё-моё, жанына өтіп кетті. Біз кіммен Хаверспен деп отыр екенбіз. Так, талғашы. Тура үстіне тиіп өткенше. Так, осы ең тура астынан өтіп кетті. Так, мынау астына дейді. Так, все. Так, енді үстіне тағы да астыға тигіздік тұрсақ. Что-то үстіге тигізу үшін одан да қаттырақ көтеру керек секілді достар. Одан да қаттырақ тебу керек секілді. Біздікі деген тек астыға ғана жетті. Бірақ екі тигізсек жетіп жатыр достар. Сондықтан өткеттік бұны. Енді так, бұны да алайық. Так, бізде Стивен Джерард дейді. Бұны ойнасақ 45-ші
екінші тайм 45 минутта басталады екен. И сосын тоже жетон береді екен достар. Так, мына жақта 91-93 дейді. Реал Мадридтің формасы. Маған вообще керек емес Реалдың формасы. И так, Стивен Джерард дейді. Так, көмегілердің выкладкасы мына жер. Джерардтың мына матчтар ойнаймыз. И потом 93 ЦП Джерардты береді екен достар. Бірақ 93 деген рейтинг өте аз. Бай так, амменға бір нәрсеге жібермесеге. По идее. И Хави Алонсо деген оппа, аяқта 98 ЦП береді екен Джерардты 98-ін. Так, одан кейін Хави Алонсоның тағы бір нәрсе бар, бір адам бар екен, көріп үлгермей қалдым достар. Так, магазинге кіріп көрейік достар, бұл жақта не бар екен. Так, мына жақта адам жоқ. Так, мына жақта адам жоқ. Так. Мына жақта нат қой. Так, так, короче, обменде тоже адам жоқ екен бізде ашатын. Короче, достар, Евро 2024-ның пактарына оралдық. 3000-ға біреу ашайын деп жатырмыз. Өзі бір-ақ рет попытка бар екен. Так, ең біріншінде бізде жай ғана монета анау-мынау түседі. Енді екінші основной бонусный игрок сатылмайды. Кетіп көрейік, кім түседі екен. Так, Италия. Ой, онша емес қой, нападающий. Вообще, тем более нападающий. Кім мынау бізде? Ой, Распадори. 95. Мұның енді статистикасын білмедім. Хаверцтің орнына қоюға бола ма екен, болмай ма екен. Бірақ Хаверц 94, ешқандай прокачкасыз тұр бізде. Бірақ сонда да скорсы бай нормально Хаверцтің ше. Ойында бай равникада нормально, негізі Хаверц 94 болса да, ешқандай прокачкасы жоқ болса да, сонымен көп уақыт болды ойнап жүргеніме. Так, енді бізде деген 3000-ға тағы да бір рет ашуға болады. Бұл деген енді Копа Американың пары. Давайте кетіп, біріншінде тоже бізде жай заттар береді қайтынбай. Яғни игроктар. Екінші бонусный игрок бұл жерде бізде так анимациясы Мексика ма, ой, пинне 93 берді достар. Бұны тек обменға ғана жібере аламыз. Так, енді өзіміздің составымызға қарайық. Мінеке бенде Хаверц тұр. Қарасаңыздар 94, ешқандай тренировка жасалмаған, прокачка жасалмаған. Распадори 95-ті қойсақ, бұл жерде ускорение плюс 16 дейді. Так, енді білмей тұрмын қайсысы мықты екенін, екеуі бірдей секілді. Бірақ та сонда да Хаверцпен көп уақыт ойнап жүрмін. И Хаверц қала берсін деген шешімге келемін достар. Хаверцтің енді жақсы статистикасы нормально деп ойлаймын достар. Так, шамал маңнан бітеліп тұр. Енді деген естеміз. Енді обменға барайық. Осы жерден жаңаға 93 ба, сондай игроктар 96. Так, мына жақта 93 осына өткізіп тастайық. Яғни обмен жасап тастайық. Так, тағы да Распадори тоже кете берді. Керек емес бәрібір. 97 берді. Так, бізде вообще 731 жетон болды. То есть очко маған сондай, короче. Так, достар, енді осы 2000 очкомен осы 100-ден ашатын вкладкадан 20 рет ба, сондай жетеді, 20 рет пак ашатын боламыз. Одан кейін ең соңында кәдімгідей мощный пакты ашатын боламыз достар. Так, осы 100-ден негізі көбісінде жақсы карталар түсіп жатыр достар. 99-дар да түсіп жатыр. Бірақ та маған мықты игроктар көп десе түсе бермейді достар. Кейде ғана түседі. Так, екіншісі бұл бізде тоже 81. Өзі 80-нен басталады, бізге 81 түсіп тұр. Осыдан ақ біле берсеңіздер болады менің сәттілігімді. Так, келесі үшінші 85 фрагатар түсті. Так, кеттік төртіншісі. Так.
набор евро 83 еуро түсті бізге деген. Так, келесі. Так. 82 дейді. Ешқандай да вокаут жоқ тұрса, негізі вокаут әрине қиын ғой. Бірақ та негізі көбісі жақсы түсіп жатыр. Так, 80, май 80-нен 80 түсіп жатыр ғой, еба. Май досақ, маған деген защитник керек, защитаны ауыстырмасам болмайды досақ. Жастым 94, сондай өте слабый. Так, 95-99 кеттік сразу аштайық. Так, набор евро, набор деппін ғой. Так, кеттік бұл жерде бізде деген. О, Швейцария, топ. Бұл бізде кім, достар? Кім бұл бізде? Ой, май. 98 Ван Дейк таға салу керек. Защиттар қой салатын. Май. Ба, достар, Ван Дейк таға салу керек, жаңа сатылам екен десе, или сатылмайым екен? По-моему, сатылады, бірақ та 95 көп болса бір 10 бір нәрсе тұрады, и то оны аламы, алмаймын, май. Так, давайте мына жерден тоже асып тұрсақ, досы багығын, самоцветов сондайға алып алайық, досы, короче, ана жерден жүзден по-любому түсу шансы өте аз. 95 пен 99-ның өзінде түспей жатыр ғой. 80 мен 99-ның арасында түсу деген өте қиын әрине. Так, осы жерден бүкілін алынбағандарды алып тастайық, достар, потом жаңағы 100 ақша беретін боламыз. Так, набор евро бізде қатқалды, Қазақ Телеком түсінесіздер, так, 300 самоцветов. Енді бізде деген, ана жерде 5000 самоцветов, сосын монета бар, сосын тағы бір нәрсе бар ма, или болма. Қазір қараймыз не түсетінің. Ой, босыш, монета түсті бізге. Әлді де бір монета бар бізде. Сосын 5000 самоцветов бар. Босыш, мой. Үстеді ғой енді Қазақ Телеком болса. Монетаны алдық. Енді ең соңғы болып самоцветов алатын боламыз әрине. Сол кезде бізде 5700 самоцветов болады, может оған тоже пағашамыз ба, білмеймін, көреміз. Ой, жоқ, маскараны бар екен ғой, достар. Маскараны бар екен. Енді бір алатын болдық қой самоцветті, Что-то маскараны көрмей қалдым ба мен, түсінбедім. Больше май. Кәм 10 секундтай ма, 5 секундтай ма алады осында, Так, все достар, бізде 5785 самоцветов болды. Мына жерде Ван Дейк таға салу керек, Так, кеттіген мына жерден 6 рет ашуға шанс бар екен. 6 рет ашып тастайық, короче, и сосын көреміз не істейтінімізді. Бізде сағат 8-ден 31 минут кетіпті. Так, интернет, по-моему, нормально септі, бірақ қатып жатыр. 81 түсті, енді бізде 5-ақ попитка бар, еба.
түскен 95-те қарайық достар. Мои игроки. Мінекей 95 10 миллион 900 мың тұрады екен. 10 миллион 300 мыңға бұны біреу алады екен. Нормально достар. Подтвердить етеміз. Так, мына жақта бізде 90 85 80 бар екен. Так, мой заявкеден ала салайық. Ой-ой-ой, қатады ойсып епа. Ё-мой, бір босса қалған айтамын. Так. Все. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоны кім соңына дейін көрді, от души алғысымды айтамын. Келесіде қандай видеолар түсірейік, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Давайте тез 400 подписчикке жеткіздік. Сіздермен бірге болған қазақша FIFA арнасы келесі кездескенше. Пока-пока, чау.